Hello! Каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ тақырыбы модальды етістіктер. Өткен сабақтың бірінде біз can модаль етістігін үйренген болатынбыз. Ал бүгін біз 3 модаль етістіктерді қарастыратын боламыз. Ең алдымен мен сіздерге модаль етістіктер не деген сұраққа жауап берейін. Модаль етістіктер жалпы мағыналы етістікке қарағанда өзіне тән ерекшеліктері, қасиеттері бар. Себебі ол модальды етістіктердің көбісінің, яғни барлық модаль етістіктер емес, көп бөлігі олардың келер шақтағы формасы, сонымен қоса өткен шақтағы формасы болмайды. Көбісін тек қана осы шақта қолданамыз. Сонымен қоса, естеріңізде ме бізде present simple'ды өткенде мағыналы етістікке he, she, it болған кезде s жұрнағы жалғанатын еді. Ал қазір осы модаль етістіктерге мысалы he болсын, she болсын, it болсын ешқандай жұрнақ жалғанбайды. Мысалы I can, he, she, it can деп қала береді. Сонымен қоса, егер сіз сұраулы сөйлем жасағыңыз келсе, немесе болымсыз сөйлем жасағыңыз келсе, do және де does'ды қолданудың қажеті жоқ. Демек, модальды етістік сөйлемнің бар болғаны алдына шығады. Және де модальды етістіктерді біз мағыналы етістіксіз қолдана алмаймыз. Осы ережені естеріңізге сақтап алған жөн. Ал енді 3 модаль етістіктерімізді үйренейік. Ең бірінші, яғни бізде must. Оның қазақ тіліндегі аудармасы керек, міндетті деген мағынаны білдіреді. Және де біз оны көбінесе бұйрық берген кезде, және сен осы затты істеу керексің, осы затты істеуге міндеттісің деген сәттерде қолданамыз. Енді формасын қарайық. Формасы must плюс инфинитив, яғни must, сонымен қоса бізге назар аударыңыздар to, предлогы, препозишні керек емес. Демек must, сонымен қоса етістіктің бастапқы формасы. Және де he, she, it болсын, ештеңе өзгермейді, s жұрнағы жалғанбайды. Және де сұраулы сөйлем болған кезде must сөйлемнің алдына шығады, және де болымсыз сөйлем болған кезде must not, немесе қысқартылған түрі mustn't. Енді мен сіздерге бірнеше мысал келтірейін. My hands are dirty. I must wash them. Менің қолдарым лас, мен оны жуым керек. Немесе I'm very hungry. I must eat something. Менің қарным аш, мен бірдеңе жеуім керек. Және де must'та естеріңізде болсын, белгілі бір ереже бар, және де біз ол ережеге бағынуымыз керек. Келесі модальды етістік ол бізде should, яғни оның қазақ тіліндегі баламасы бір нәрсе істегенің жөн, бір нәрсе істесем, осылай істесең жақсы болады, бір нәрсе істегенің абзал. Демек, біз should'ты көбінесе ақыл, кеңес бергенде қолданамыз. Және де сұраулы сөйлем жасағыңыз келсе, should сөйлемнің алдына шығады, және де болымсыз сөйлем жасау үшін should not, қысқартылған түрі shouldn't. Мысалы, you shouldn't watch TV so much. Сенің көп теледидар қарағаның қалай айтамыз? Сенің көп теледидар қарамауың керек, немесе сенің көп теледидар қарамағаның жөн. Енді тағы бір сәт, осы must should'қа қарағанда эмоционалды тұрғыда қаттырақ, күштірек деп айтсақ болады. Мысалы, it's a good film, you should go and see it, немесе it's a fantastic film, you must go and see it. Демек, бұл жақсы кино, сенің көргенің жөн, немесе бұл керемет кино, сен міндетті түрде көру керексің. Айырмашылығын түсініп тұрсыздар деп ойлаймын. Енді келесі 3-ші модальды етістік ол have to. Және де бұрын мен сіздерге ереже айтып едім ғой, өзгермейді, жіктелмейді деп have to ережеден тыс. Демек, he болсын, she, it болған кезде has to болады. Сонымен қоса have to-дің келер шақтағы формасы да бар. Және де өткен шақтағы да формасы бар. Және де сіз сұраулы сөйлем жасағыңыз келсе, do қолданасыз, немесе does қолданасыз, ал болымсыз сөйлемдерде don't, немесе doesn't. Және де осы have to көп жағдайларда негізі мағынасы must-қа ұқсайды. Және де аударғанда да солай аударады, керек, міндеттісің деп. Бірақ have to-дің да өзіне тән ерекшелігі бар. Have to дегеніміз, яғни аудармасы оның мәжбүр, амалым жоқ. Мысалы айтайық, сіздің тісіңіз ауырып тұр, демек сіз тіс дәрігеріне баруға мәжбүрлісіз. Сіздің басқа амалыңыз жоқ, I have to go to the dentist. Және де назар аударыңыздар, осы have to тек қана have болса, оның мағынасы, яғни менде бар деген болып кетеді, Мысалы, I have a car. Сондықтан мына жерге бізге to көмекші сөзі керек. I have to. Және де етістік инфинитив түрінде. Осыны ұмытпаңыздар.
мысалы тағы бір мысал келтірейін. Сіз студентсіз, сіздің сабағыңыз күнде сағат 9-да басталады. Сондықтан сіз таңертең ерте тұруға мәжбүрсіз. I have to get up at мысалы 8 a.m. Сағат 8-де тұруға мәжбүрмін. Және де ал кейбір жағдайларда сіз must-ты да have to-ды да қолдана аласыз. Демек сен осы фильмді көруге міндеттісің, осы фильмді міндетті түрде көру керексің дегенде сіз you must see it немесе you have to see it деп айтуыңызға болады. Ал енді достар, бәрін толық қайталап өтейік. Демек біз бүгін 3 модальді етістікті өттік. Must міндетті, қажет. Демек белгілі бір ереже бар, және де біз сол ережеге бағынуымыз керек. Should ақыл кеңес бергенде, яғни осылай істегенің жөн, осылай істегенің абзал. Have to mustқа ұқсайды, бірақ сіз бір нәрсе істеуге мәжбүрлісіз, сіздің одан басқа амалыңыз жоқ. Ал енді достар, әдеттегідей тест жұмысын орындайық. Бірінші, I don't usually work on Saturdays, but last Saturday. Қайсысын қоясыз? I must work немесе I had to work. Дұрыс жауабы I had to work. Себебі must'тың өткен шақтағы формасы жоқ. Сондықтан біз had to-ды қолданамыз. Келесі сұрақ. People must немесе people should take care of nature. Take care дегеніміз, достар, назар аударыңыздар, екі сөз тұрғанымен, бірақ оны мағынасы бір қорғау, аялау деген мағынаны білдіреді. Және де nature табиғат. People must take care of nature. Адамдар табиғатты аялауға, қорғауға міндетті. Және де ең соңғы сұрақ. I think everybody have to learn English немесе should learn English. Әрине should. Себебі ағылшын тілін үйренген, жөн үйренген абзал. Бірақ ағылшын тілін үйренуге ешкім міндетті немесе мәжбүр емес. Everybody дегеніміз бәрі, барлығы. Достар, бүгінге осы. Сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын. Сұрақтар болса міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар, видеоға лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, және де осы видеоны достарыңызға, ағылшын тілін үйренгісі келіп жүрген достарыңызға, тумаларыңызға таратыңыздар. Келесі сабақта кездескенше, бай-бай!